Ақтөбелік емші Бағдагүлдің табысын тергеушілер тексеріп жатыр. Танымал тележүргізушінің арызынан соң экономикалық тергеп тексеру департаменті қаржылық аударымдарын қадағалауға кіріскен. Бұған дейін Баян Мақсат қызын даттап Динара Саджанды қаралаған үшін емшінің басы бәлеге қалған еді. Енді олар оны сотқа да сүйремекші. Жұлдыздардың емшімен ерегісі жайлы жаңалық Ахаш шоу-бизнес айдарында айтады. Ақтөбе қаласының тұрғыны Бағдагүл Лепесова көпшілікке сынықшы ретінде танымал. Әлеуметтік желідегі мәлімдемелерде үлкен дау тудырып жатады. Соңғы рет тележүргізуші Динара Саджанға тиіскенді. Мен саған көрсетем. Мен кім екенін білмей жүр екенсің сен. Менімен көп ойнама сен. Динара Саджан, шайка, нөмір 1 Қазақстандағы. Мә, деловая колбаска ты вообще. Өздерің тілдеріңде. Кто ты такая, мен ауруға тенейтін вообще? Давай менімен бірге осы сөзіме жауап берем. Динара Саджанда мұндай сөзден соң тыныш отыра алмаған. 5 күн бұрын әлеуметтік желісіндегі парақшасына Ақтөбе облыстық экономикалық тергеп тексеру департаментіне арызданып, сотқа да шағым түсіргенін айтқан еді. Ақтөбеде тиктокта, инстаграмда ақшаға бата беретін бір емші тұрады екен. Маған оның қаншалықты заңды жұмыс істейтіні қызық. Осыған байланысты Ақтөбе облысының экономикалық тергеп тексеру департаментіне сұрау жолдаймын. Ақылы батаның ақшасы қайда түседі? Каспийіне ме, әлде күйеуі мен ұлының шоттарына ма? Ол салық төлей ме? Адам емдеуге лицензиясы бар ма? Батасы заңды патенттелген бе? Киелі заттар деген не? Оның патенті бар ма? Желілік бизнестердің баттарын халыққа ем үстінде сатуға құқы бар ма? Бұл заңды ма? Бағдагүл сынықшының табысына тексеруге кіріскендерін тергеу департаментіндегілер де растап отыр. Ал емші болса жасырар түгім жоқ дейді. Біреудің отчетін тексергенді көрсетейін олар. Отчет деген бар ғой, Құдайға шүкір, оған құртпай қойды. Мен біреуді алдасам, бұлар мені баяғыда аямайды. Мен ешқашан өздерің бердіңдер ғой талай. Жемқор болмағаным үшін өте осындай халге түсірдіңдер ма мені? Мен жемқор болмағаным үшін бе сонда? Жүргі қаптаған жемқорлар қастарында күшті болса. Тура 4 күн бұрын Баян Мақсат қызды әлеуметтік желіде мәлімдемесін жариялады. Ұзақ уақыт бойы ол тікелей эфирлерінде мені Динара Саджан мен басқа да адамдарды қорлап келеді. Мен Динара және басқа адамдар туралы жалған ақпарат таратып жүр. Менің жобаларыма мемлекеттен ақша алады деп мәлімдейді. Бұл өтірік және бұл заңның бірден бірнеше бабын бұзу. Қазір бұл мәселемен менің заңгерлерім айналысып жатыр. Мен өзімді қорлауға жол бермеймін және өзім туралы жалған ақпарат таратуға да жол бермеймін. Егер біреулер осылайша өзіне трафик жинамақ болса, сот күтіп тұрған біліп қойыңыздар. Шоу-бизнестің қос жұлдызы емшінің үстінен полицияға арызданып, сотқа жүгінетіндерін айтқанда. Әзірге тәртіп сақшылары олардан шағым түскен жоқ деп отыр. Жаңалық Ахаш, Данияр Мир. Баян Алагөзованың басы дауға қалды. Себебі танымал продюсер «Қыз жібек» фильмінде актриса Меруерт Өтекешева киген тарихи камзолды киіп видео жариялаған. Қазір Мәдениет министрлігі құнды жәдігердің жекенің қолына қалай өткенін анықтап жатыр. Потому что это настоящий камзол Меруерт Өтекешевой «Қыз жібек» из фильма «Қыз жібек», которому уже 50 лет. Мамандардың айтуынша, Қазақ фильм киностудиясының музей қорында «Қыз жібек» фильмінде пайдаланылған бір камзолдың түпнұсқасы сақтаулы. Бұл жәдігер ұлттық кино өнерінің маңызды мәдени мұрасы ретінде қорғалған. Ал продюсер жариялаған жазбадағы екінші камзолдың жеке қолға қалай өткені белгісіз. Жауапты ведомство өкілдері тексерісті бастады. Қазақ фильм киностудиясы ұлттық фильмдерде пайдаланылған құнды реквизиттерді, костюмдер мен басқа да тарихи маңызы бар заттарды жүйелі түрде жинақтап, қалпына келтіру және сақтау жұмыстарын жүргізеді екен. Сумка жасап берейін дедім сыйлыққа. Қасқа ол кісі бәріне сыйлық жасап жүреді, өзінің сыйлық алғанын интернетте көрмеппін. Бұл енді өмірде алатын шығар, мен көрген жоқпын интернетте. Сосын ол кісінің андай рубрикасы бар ғой, киімдерін, сумкаларын көрсетіп, әдемі видео түсіретін. Сол жерде сумкалардың бәрі шетелдік брендтер екенде, хотя бы бір сумкасы Қазақстанда жасалған отандық өнім болсын деп, кожадан сапасы 100 жылға жететін деп әдемі қылып жасап жатырмын. Жазуын ойып басын горячее тиснениемен. Бұл жерде кожаға лазер басуға болмайды негізі, бұл ерсі дешевый көрінеді.
сосын біткен кезде қараймын бірдеңе жетіспей тұр екен да, сосын ана өзінің компаниясы бар ғой, Голландс Ботлерс Макси чай шығаратын. Соның логотипін ойып бастым, әдемі екен, яхтамен андай болады ғой, Италияда яхтада бүйтіп киімдерін алып жүретіндей сондай сумка болып шықты, өте. Пабликтерде Сәкен екеуін түскен видео что-то көп болып кетті соңғы кезде. Ол хайп па, немесе ол просто солай болып кетті өзі, да, органический. Халық шулады, көрдіңіз ғой, иә? Я деп қояды. Әртүрлі пікірлер болды. Бұл видеоларды кім түсіреді сонда? Бұл сенің мобилографың ба, әлде Сәкеннің мобилографы ма? Кім түсірді? Негізі былай. Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, тағы көптеген Қарақат бар, Бейбіт бар, Алтынай Жұрабаева. Біз барлығымыз осы эстрада өнері басталып келе жатқан кезде, шоу-бизнес болмай тұрған кезде біз бірге алғашқы қадамдарды бастадық. Жас қанатқа қатыстық, көптеген жобаларға қатыстық. Көптеген енді алғашқы гонорарлар, алғашқы сахнадағы қойылымдар, алғашқы концерттер, алғашқы солянкалар, алғашқы жеке концерттер. Біз барлығымыз бірге бастадық. Енді расында да біз өте кәдімгідей бауырдай болып кеттік бір-бірімізге. Әрине біздің айтатын әңгімеміз де көп, еске алатын нәрселер де көп. Бірақ мысалы Сәкенмен келетін болсақ, біз Сәкен екеуміз жас қанатта бастадық. Бұл кезде Ергалиев, Пономарев, ол вайп бар. Сосын біз көп конкурстарда жүреміз. Мен де Сәкен де. Біз көбінесе кездескен кезде жаңа шығып келе жатқан әншілер бар. Ана конкурсте былай болды, мына конкурсте. Мысалы оның Қазақстан дауысы жобасында біздің Қызылорданың қызы болды. Сол сияқты біз көп әңгімелесеміз. Сосын біздің әзіліміз жарасады. Біз әзілдей береміз. Ал сосын біз осылай кездесіп қалған кезде әрине біз қуанамыз бір-бірімізге. Мейрамбек болсын, мен болсын, бірақ білмеймін, соңғы бір 3-4 айда деп айтайыншы, осыдан 1,5 жыл бұрын ол қатты болып кетті. Сосын маған менің көмекшілерім бірінші көрсетті. Мәке, мына видеолар деп. Сосын айтамын, не үшін бар? Я, Сәкен екеуміз кездескен кезде осылай, я вальс биледік, осылай контент жасадық, біз осылай не жасадық, біз басқа... Ол концерт, жай контент. Ол контент болды, анау болды, жоқ, сосын кездескен кезде әңгіме болды студияда. Сосын айтады, жоқ, сіз қараңызшы деп, видеолардың кәдімгідей бір подборка видео көрсетті. Паблик. Кетесің ғой? Қазақ елі атышулы баян мақсат. Елімізге танымал хотя бы кино 4. Розбакиевада, Мегада. Жолғысты болсын, мен... Сізді шақыртуға батырмыз. Все, жолғысты болсын. Еще көрсетейін. Все, я же чтобы жолғысты болсын, я же говорю, вместо Камзола, да. Бюртса. Чтобы исторически нет. Надо коллаген, чай напротив печени. Чай. Напротив печена? Против печени. Какого печена? Вообще, да, Это напротив печена, понятно? напротив печени. Напротив печена это. Напротив печена. То есть все из... Кстати, я была во Вьетнаме. Это из Вьетнама. Green tea. Это чай, манго нарисован. Жасапеш қазір. Розбакиевада, Мегада. Тьфу-тьфу-тьфу. Главную роль, да? Нуржан Тулендиев. Нуржан Тулендиев. Мы 3 раза его приглашали. Да, он же вообще нигде не Да, снимается. вот это его первый, как сказать. Нуржан Тулендиев, қош келдің киноға. Кайрат Адильгерей, обожаю Кайрата Адильгерея. Всю жизнь мечтаю снять его в главной роли и специально под него главных ролей, но такой роли еще не было. Бюртса болсын. Кстати, я же была хотя бы в кино. Да. Шикарный фильм. Да. Я же была. Вторая часть, первую часть не видела. Мнандай фильм. Келлинас. На повестке дня Камзол уберите. Мой дом уберите. Иностранца уберите. Юрта уберите. Так не было. Документальный фильм. Документальный фильм. Уберите. Мольдер уберите. Просто кино. Просто кино.